Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін өте жылдам дайын болатын бутербродтың рецептісімен бөлісемін. Бұл тағам дайындау үшін көп нәрсе қажет емес. Нан, жұмыртқа, сосиски. Сосиски болмаса, оның орнына кез келген піскен ет болсын, тауықтың еті болсын, сиырдың еті болсын, піскен ет болса бола береді. Не болмаса, қойдың құйрығы, копченый қойдың құйрығы бар ғой, соны қосып істесеңіздер вообще керемет болады. Енді осы бір жұмыртқамды жарып жіберіп, қасықтың ұшымен ғана кішкене тұз, қара бұрыш, паприка салып, жақсылап араластырып жіберемін. Видеомды соңына дейін қарап, осы бутербродты менімен бірге жасап көріңіз. Кесіп алған нанымның бір жағын ғана қызартып қуырамын, екінші жағын қуырмаймын. Дайындап алған жұмыртқамды сковородкаға салып, кішкене піскен соң екі жағын осылай конверт сияқты қайырып қоямын да, бағана кесіп дайындап алған сосискаларды ішіне салып, әдемілеп қуырып алып, екінші жағын аударып жіберіп, сосискамды да қуырып аламын. Қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Осылай нанның ортасына салып, нанның екі жағын тағы да кішкене қуырып аламын. Болды. Бутерброд дайын. Бұл жерде менде бір порцияға. Егерде үйлеріңізде адам саны көп болса, адам басына есептеп, осылай жасасаңыздар, шайға таңертеңгі өте керемет. Жылдам дайын болады. Өте дәмді. Менімен бірге болғаныңыз үшін көп рахмет. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз.